Мен Ағытаев Ибраһим, Қазақстан журналистер одағының мүшесімін. Негізгі мамандығым қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі. Біз өткен ғасырдың 60-шы жылдарының интеллигенттерінің бірі болғандықтан кітап оқып, оның ішінде абай тәлімдеріменен соларды насихаттап оқып үйренген жастармыз. Бұл күндегі өтіп жатқан Қостанай облысындағы абайды оқимыз атты шараның қатынасушыларына абай ғалымның, ғұламаның, қазақтың үшінші қара сөзін оқып бергім келеді. Қазақтың бірінің біріне қас-күнім болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғының, рас сөзі аз болатындығының, қызметке таласқыш болатығының, өздерінің жалқау болатығының себебі не деп абай сұрақ береді. Әмма ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан, өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстау тарлық қылса арызы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметінен біреуін қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай ала ма? Кедей көп болса ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелде ішімізбен қас сағындық. Әрі-беріден соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таласпенен кісі көбейтеміз деп, партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатады да жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүймес еді. Ел екі жар болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлденешесі асырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші, куәлер да әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеуді сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Осы күнде қазақ ішіне кісі білмес, ісі білер, кісі білер, ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі ісіңнің түзулігіне жетпессің, кісіңнің амалшы айлалығымен жетерсің деген сөз.
Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен кадерлі орысша образование алған кісі болсын. Егер де орталарында ондай кісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, уездный начальник пенен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді, ұлықтарға міндетті болар еді. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты, бей екеу болса дау төртеу болады деп. Оның мәнісі тақ болмаса жұп билер таласып, дау көбейе береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, білімді ұшақ кісіге билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылығы әшкере білінгендікпен түссе, әйтпесе түспесе, ол билерге даугер адамдар қалмай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау ұзамай бітім болар еді.